Сәлем канал көрермендері. Кредит кешіріледі деген ақпараттан кейін ол кредитті кешіру үшін заявлениені қайда жіберемін, кімге, қалай жіберемін деген сұрақ туындайды. Ол үшін сіздер Play Market'тен eGov приложениясын жүктеп аласыздар. Жүктеп алғаннан кейін өтініш басырмасын басып тіркелесіздер. Тіркелу негізі немесе ЦП арқылы жүзеге асырылады. Бұл видеода негізі мен телефон арқылы, арқылы тіркелген болатынмын. Телефон номеріңізға код келеді, 5 таңбалы сан. Оны енгізгеннен кейін сіз тіркелесіз. Қайтадан басқа бетке өтеміз, главный деген басамыз. Сол жерде сервис өтініш деп тұр. Батырманы бастық. Подать обращение. Заявлениені таңдаймыз. Продолжить. Одан кейін госорган. Госорганға біз бірінші кредиторлық агентствоны таңдау керекпіз. Агентство деп терген кезде көп таңдаулар шығады. Сондықтан біз видеодағыдай қысқартып, үлкен әріппен ARRFR деп жазамыз. Одан кейін описание толтырамыз, ол жерге қысқаша түсініктемемізді жаза кетеміз. Одан кейін указать на карте, яғни қазіргі тұрғылықты жеріңізді картада көрсетуге болады. Келесі тарапта бізде файлы деген жерге жаңағы біздің қағазға түсіріп жазған заявлениемізді прикрепить етуге болады, фотоға түсіріп немесе отсканировать етуге болады. Одан кейін адрес, қазіргі тұрып жатқан жердегі адресімізді полностью толтырып шығамыз. Улица, область барлығын толтырамыз. Одан кейін подписать и отправить. Подписать қалай болады, ол жаңағы ең алғаш тіркеген кезде номерімізға код келеді, дәл сол сияқты подписать етеміз. Одан кейін осы обращениемізді тіркелгенін или тіркелмегенін көру үшін оң жақ үстіңгі бөліктегі мои обращениеден көре аласыздар. Келесі видео заявлениені қалай толтыру керектігі туралы болмақ, сондықтан каналға тіркеліп достарыңызбен бөлісе отырыңыздар.